4 қара нәсілді бала Американы төңкеріп бастай жаздады. Олар жай кофеханада тапжылмай отырып ақштағы ең ақылға қонымсыз заңды өзгертіп жіберді. Бұл қалай болды? Ендеше тыңдаңыз. 1960 жылдың 1 ақпаны. Солтүстік Каролина штатындағы бір кафеге 4 қара нәсілді студент жігіттер сабақтан кейін кофе ішуге келеді. Бірақ даяшы оларды мүлдем көз келмей, мұрнын шүйіріп қарайды. Тіпті еш елемейді. Мен сіздерге қызмет көрсетпеймін. Бұл тек ақ нәсілділерге арналған орын. Сондықтан уақытты босқа өткізбей кетіңіздер дейді әлгі даяшы. Біз осы қоғамның тең құқылы азаматымыз. Қаласаңыз полиция шақырыңыз, бірақ кетпейміз деп отырып алады 4 қара жігіт. Сөйтіп төртеуі кафе жабылғанша сол орында үнсіз отырады. Тапсырыс бермейді, ешкімге ләм-мим демейді, бірақ кетпейді де. Заң бойынша олар ешқандай бұзақылық жасамады. Ертеңінде олар тағы келеді. Бірақ бұл жолы 4 емес, 12. Бәрі де қара нәсілді жігіттер. 3-ші күні 60 шақты, ал бір апта өткеннен кейін 100-деген адам кафені басып алады. Ешкім тапсырыс бермейді, ешкім кетпейді, сауда жоқ. Кафелер шығынға бата бастайды. Бұл оқиға бүкіл елге тарайды. Мемлекеттің түкпір-түкпірінде дәл осындай үнсіз отыру жағдайлары басталды. Қара нәсілді жастар ақ нәсілділерге арналған дәмханаларға кіріп, тыныш қана отыратын болды. Бірақ бұл айғай аттанға салып елдің шырқын бұзатын көтеріліс емес еді. Бұл тыныштықтағы күрес, әр орындық әділет үшін күрестің символына айналды. Бірнеше ай өткеннен соң дүкен иелері және жергілікті билік ақыры түсінді. Қоғам өзгермей табыс та болмайды. Ал көп ұзамай 1964 жылы Америка тарихындағы ең маңызды заң қабылданды. Азаматтық құқықтар туралы акт. Бұл заң нәсілге, тері түсіне, дініне қарамастан барлық азаматтардың тең құқылы екенін бекітті. Бәрі 4 студенттің бір кесе кофе ішеміз деген ниетінен басталған еді. Сол 4-еу бүкіл елдің санасын оятты. Американың тарихын өзгертті. Арбадағы бала осында әсерлі қызықты оқиғаларды тағы айтып береді. Парақшама тіркеліп лайк басуыңызды өтінемін.